Anashım, kışı audan dostların keledi. Sen оларды қонаққа шақырдың ба? Жоқ, олар менен ойын ойнауға келеді. Жарайды. Қызым, олар немен келеді? Көлікпен келе ме? Жоқ, олар көлікпен келмейді, олар атпен келеді. Олай болса достарыңды қарсы алайық. Қызым, анау келе жатқан атпен сенің достарың сияқты. Алақай достарың келеді. Әрбір қазақ жүйрік құлагер. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Ат теретіп қай ауылдан келе жатсыңдар? Біз ауылдан. Олай болса төрлетіңдер. Аттарыңды шарбақ қораға кіргізіп байлап қойыңдар. Қызым Асимин, достарыңа көмектесіп жібер. Жарайды анашым. Әрбір қазақ жүйрік құлагер. Сәйгүлігім жарып оза бер. Үш қанатты жайып биікке. Алаштың жүгін көтергенде. Әрбір қазақ жүйрік құлагер. Сәйгүлігім жарып оза бер. Үш қанатты жайып биікке. Жүр достар, асықпен ойын ойнайық. Балалар, сендер ұлттық құндылықтарға негізделген шертпек ойыны, асықты отау, қой көтеру ойыны, садақ ату ойынын қызыға ойнап жатыр екенсіңдер. Сендер қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнағыларың келе ме? Олай болса, хан талапай алаңына барайық. Жүріңдер балалар, хан талапай алаңына дөңгеленіп отыра қалыңдар. Келе ғой, алаң отыра ғой. Мына жерге жақында отыра ғой, дөңгеленіп. Мына жерге барайық. Тамаша балалар. Балалар, қазір мен сендерге жұмбақ жасырам. Сол жұмбақтың атауын айтасыңдар. Ата бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған, алшы тәйке шекпен бүк, жабдықтары аталған. Асығы. Жарайсыңдар, жауабы асық. Олай болса балалар, мен сендерге асықтар жайлы қысқаша мағлұмат айтып кетейін. Бұрын біздің ата-бабаларымыз табиғи заттармен негізделген. Ата-бабаларымыз мал шаруашылықпен айналысқандықтан асықтарды қойдың асықты жілігінен алған. Оны жақсылап тазартып, кептіріп, ыстық суға май шыққанша қайнатып, кептіріп, балаларына, немерелеріне жинаған екен. Осылайша ұлттық ойынымыз атадан балаға мирас болып жалғасып келеді. Балалар, қазір асық ойынның түрлері көп. Олар асық ату, бес асық, үш табан, құман және хан талапай. Олай болса біз балалар хан талапай ойынын ойнаймыз. Бұл хан талапай ойынның ерекшелігі қыздар да ойнауға болады. Қазір мен сендерге хан талапайдың ережесін түсіндіріп кетемін. Мынау қоржынның ішінде көптеген асықтар бар. Осы асықтардың ішінде ерекше бір қызыл асығы бар. Ол хан асығы. Иә, хан асығы балалар. Қазір мен талапай-ау талапай, басталды ойын алақай деп асықтарды ортаға шашарым. Сендер шапшаң хан талапай деп асықтарды жинап алу керексіңдер. Сол жинаған кезде кімнің қолына хан асығы түссе, сол ойынды бірінші бастайды. Балалар, сендерге ойын түсінікті ме? Олай болса, талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Хан асығы кімге түсті? Хан. Көз айымға түскен
екен, жарайсың көзайым. Онда балалар, асықтарыңды жерге қойып санаңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көзайымдар 7 екен, Ибрагим. Біреу, Асмин. Бұл бір асық. Айша, сенде неше асық? 4, 2, 3, 4. 4 асық екен. Балалар, қазір бір асықты сақа етіп сайдап аласыңдар да, қалған асықтарды мына күмбеге тігесіңдер. Мына деген. Ал тіккендерің орнымыздан тұрып дайындалайық, балалар. Балалар, жаңа ханасығы кімге түсіп еді? Онда көзайым келе ғой, ойынды бірінші бастай ғой. Балалар, бірінші ойынды бастаған кезде асығын береді. Мынау алдыңғы аяқтарын қойып, еңкейіп асықты атамыз. Түсінді ма? Құлаған асықты өзіміздің қанжағамызға байлаймыз. Түсінікті ғой, балалар? Ой, жарайсың көзайым, бір асық тұтып алдың. Кел, келесі. Кімде асық көп болды? Кімде көп болды? Ибрагим келе ғой, ата ғой. Ой, жарайсың. Келесі. Келе ғой, бұл келе ғой. Ала ғой, асымды жүгіп. Келесі, келе ғой. Ибрагим келе ғой. Ой, керемет, бір асықты ала ғой. Кел, Айша. Керемет. Асмин келе ғой. Ұтқан асықтарыңды қоржындарына салыңдар, балалар. Ой, жарайсың, керемет. Кел, көзайым келеді. Жақсы, Айша келе ғой. Тамаша, жарайсыздар. Балалар, қол соғып тұрыңдар. Ибрагим бара ғой. Ибрагим атады. Ала ғой асыңды. Ой, жарайсың. Келе ғой, Айша. Ой, керемет. Келе ғой. Алан келе ғой. Ой, керемет мерген. Әбу бара ғой. Тамаша. Келесі. Ала ғой. Ой, тамаша. Бара ғой. Бұл батады. Алан ата ғой. Ой, жарайсың. Ал соңғы асықты кім атады екен, ерген екен, алып анықтайық. Ой, жарайсың, Айша. Ал енді балалар, күмбедегі барлық асықты
ұтып алдық. Енді жеңімпазды анықтаймыз. Ол үшін қоржынымыздағы асықты санаймыз қазір. Қоржындағы асықтарымыз санаңдар. Бірінші, Айша, саны сен неше асық ұтып алдың? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алан, сен неше асық ұтып алдың? 1, 2, 3, 4 асық. Көзайым, сен неше асық ұтып алдың? 1, 2, Асмен, сен неше асық ұтып алдың? 1, 2, 3, 4, 5 асық. Әбу, сен неше асық ұтып алдың? Ибрагим? 2. Балалар, олай болса тыңдаңдар. Бүгінгі хан талапай ойынының жеңімпазы Айша. Ал қоса қалақтардан. Балалар, мен Айшаға алтын асық сақанды сайлаймын. Құтты болсын. Шапалақтаймыз. Қош келдіңіз. Асырамыз бәріміз. Асықтарды қойсам. Керемет. Балалар, бүгінгі хан талапай ойын үшін рахмет. Керемет ойнадыңдар. Сендер көңіл күйлеріңді түсірмеңдер. Келесі ойында сендер мергендік, алғырлық танытып, ұтыскер атануға тырысасыздар. Жарай ма, балалар? Иә. Олай болса рахмет, балалар.